Көрермендер, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бізді көріп отырған тұрақты көрермендерімізге төменде көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. Біздің тағы да облысымыздың жұлдыздары, облысымыздың мақтаныштары міндетті түрде қазір студиямызға келіп жайғасатын болады. Қыстың енді аязды күнінде бой жылытып, шай ішкенге еш нәрсе жетпейді. Әрине дәстүрлі бестің шайында бүгін біздің студиямызда қонақта болатын жандар өздерінің жаңалықтарымен, жаңашылдықтарымен қуантпақ. Әрине, біздің облысымызға танымал деген сөзбен олардың еңбектері шектеліп қалмайды. Өйткені бүгінгі таңда тек қана облыс деңгейінде ғана емес, республикамызда да бір шама өзінің ерекшеліктерімен танылып жүрген жандар, бір ұжым десек те болады, иә? Енді көбінесе өнерпаздар деген кезде міндетті түрде әншілерді, биші, күйші, ақын деген сияқты кісілерді есімізге алып жатамыз ғой. Дегенмен де бұл кісілер шынымен де облысымыздың атын кәдімгідей әлемге танытып жатқан тұлғалар бар. Ендеше, әрине ол бірден ойға түсетіні қазақ камералық хоры. Қымбатты көрермен, қазақ камералық хорымен ерекше танысу үшін және олардың жетістіктерін біз білуіміз үшін арнайы бейнесюжет дайындалған болатын. Ендеше осы бейнесюжеттен камералық хормен бір толығырақ таныс болайық, иә? Қазақтың төл өнері мен мәдениетін әніне арқау етіп, әлемге танытқан қазақ камералық хор ұжымына биыл 34 жыл. Осы жылдар шеңберіне белестің биігіне шыққан аталмыш хордың қазіргі келбеті қандай? Тәуелсіздік құдасы болған қазақ камералық хорының құрылуына талай жанның еңбегі сіңді. Тарихы тереңде жатқан ұжымның ең алғашқы негізін қалаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тұрым Алагөзов еді. Алғашқы хормейстерлері Наталья Фоменко, Несібелі Қоңырбасовалар, концертмейстері Надежда Ткаченко болған еді. Қазақ камералық хоры жалпы өзінің талантымен Мербол Оразбекұлының бастауымен біздің Қазақстанға өте танымал. Шынымды айтсам, мақтанып бір айтып жіберейінші, Қазақстанның бір брендіне айналды десем, ол өтірік болмайды. Себебі біз шетелдерде, Кореяда болдық, Әзербайжанға бардық, өзіміздің барымызша, әйтеуір өзіміздің жақсылығымызды, талантымызды көрсетіп қайттық. Тек қана Корея емес, Корея, Әзербайжан, Киевте болдық, Украинада, Одессада болдық, Москвада болдық бірнеше рет, Кореяның өзінде 2 рет болдық. Енді айта берсек, Санкт-Петербургта болдық, көп елдерге өзіміздің Қазақстанның бүткіл жерін аралап шықтық. Ерекше форматтағы эйфорияға толы жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін хорым джаз, хор түні секілді кештерімен өз тыңдармандарын қуантып жүр. 10 жылдан астам уақытта балаларға арналған жаңа жыл қарсаңында ерекше көңіл күй сыйлап, музыкалық ертегілер сахналап жүр. 2024 жылы алғаш рет Ақтөбе қаласының 155 жылдығы аясында Алтын камертон хор дирижерларының бірінші республикалық ашық байқауын жоғары деңгейде өткізді. Одан бөлек Корея, Әзербайжан, Ресей және тағы да басқа мемлекеттерде өтетін фестиваль байқаулардан тек жүлделі орындар иеленіп жүр. Мербол Құспановтың көркемдік жетекшілігімен алға ілгерілеп келе жатқан хор ұжымы мұнымен ерекшеленбейді. Қалың көрермен хордың шығармашылығымен қоса әртістердің жеке кешіне куә бола алады. Оның ішінде 9 ақпан сағат 16:00-де өнер орталығы концерттік залында хормейстер Лейла Көшжанованың алғашқы кеші өтпек. 2003 жылы келдім хорға. Ол кезде біздің көркем жетекшіміз Қоңырбасова Несібелі Байназарына сол кісі жұмысқа шақырды. Менің арманым болды хорда ән айтуға. Сол кезден енді мне неше жыл болды? 22 жыл болды. Осы қазақ камералық хорында жұмыс жасап жатырмын. Ең басында енді сопрано партиясында ән айттым. Қазірде айтып жүрмін, бірақ енді 2018 жылдан бастап хормейстер болып жұмыс жасап жатырмын. Қазақ камералық хоры шетелге шығып алғаш халыққа танымал Жанарым әніне бейнебаян түсірді. Ұжым репертуарында халық әндері мен орыс және шетел композиторларында шығармалары бар. Репертуарға хор жанрының классикалық, джаз шығармаларын және қазіргі шығармаларын енгізіп, жаңарту жолында жүйелі жұмыс жасалуда.
бағындырып жүрген қазақ камералық хор ұжымына тек алдағы уақытта шығармашылық шарықтау тілейміз. Ендеше қымбатты көрермен, көп күттірмей біздің қонақтарымызды студияның төріне шақырайық. Әлемнің жұлдыздарына айналып жатқан қазақ камералық хоры және оның мүшелері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Бақтыгүл Төлегенова ханым, Нұргүл Рамазанова және Ершат Мұрат біздің студиямызда қонақта. Ассаламу Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз, апай, келіңіз. Ажағасыңыздар Келіңіздер. сіздердікі. Сіздерді Бестің шайы бағдарламасының диванына шақырамыз. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет, көңіл күйіміз. Сіздер жайлы жаңа бейнесюжетте танысып алдық, толығырақ енді әлем сахналарында өнер көрсетіп жүрсіздер, енді әлемде бір ерекше клип түсіргенде хор ұжымы сіздер шығарсыздар, иә? Әрине, көңіліміз, көңіл күйіміз өте керемет. Енді негізі осы кезде бірден мен өзіміздің жетекшімізді мақтап кетейін, иә? Себебі ол кісі, Мербол Оразбекұлы, қандай бастама бастаса да бірінші бастайды. Бірінші бастайды, сондай бір не бастаса да әйтеуір көңіл күйден шығады. Енді сол кісінің ойымен арманы шығары мүмкін алға қойған соны мақсат қылып, жетелеп, орындап шықты, мінекей әдемі клип шықты деп ойлаймыз. Енді Бестің шайы бағдарламасы болғаннан кейін шайдан алдырып отырыңыздар, жалпы. Мен ұсынайын. Қаншалықты шайды көп ішесіздер? Бестің шайын ішіп тұрасыздар ма? Енді қазақпыз ғой, шай қазақтың моторы дегендей, шайды жақсы ішеміз. Бір кісідей. Сіздерді біздің студиямыздан көргенімізге қатты қуаныштымыз. Шынымен де сіздердің жетіп жатқан жетістіктеріңіз, жасап жатқан жаңалықтарыңыз барлығы ел алдында, енді барлық халыққа белгілі деп айтсақ та болады. Енді биылғы жыл жалпы немен басталып жатыр 2025, және алда қандай жоспарлар бар деген сұрақпен бастасақ, иә? Биылғы жыл енді негізі осы 9 ақпан күні бірден жарнамамыз қылып айтып кетейік. Әрине. Лейла Сәлімжанқызының «Хоровой рандеву» деген концерті өтпек. Өнер орталығында сағат кешкі 16:00-де болады. Сол концертке дайындығымыз өте қызу жүріп жатыр. Бұйырса, көрермендерге сол концертке келіңдер деймін. Бұл тек Лейла ханымның концерті емес, сіздер де сол концертте өнер көрсетесіздер? Әрине, ол енді хармейстер ретінде сол концертті жүргізетін болғандықтан, сол кісінікі деп айтып жатырғаным. Негізі жалпы хордың концерті. Хор орындайды. Басқа да қонақтар келеді. Енді дирижер қонақтарымыз келеді. Әрине. Негізі әрбір болашақ енді өнер адамы әнші болсам деп армандайды, иә? Ал сіздер енді эстрада бағытында ғана емес, енді хор ұжымының мүшесі боламын деген түпкілікті мақсат болып беді алғашқыда? Қалай келіп едіңіздер? Естеріңізде ме алғашқы жылдар? Жастарды білмеймін, ал мен өзімде шынымды айтсам, хорда ән айтам деген түсіме де кірген емес. Енді хорды негізі білген жоқпын басында. Өзім негізі мамандығым, мен домбырашы музыка училищесін домбыра мамандығында бітіргенмін. Сөйтіп жүріп, домбырамен ән айтып жүрген кезде, мінекей хор 91 жылы хор ашылған кезде, негізі оқып жүргенде бізде хор бар, осы кезде хорда айтып жүрдік. Содан кейін мінекей жұмысқа, осы камералық хорға жұмысқа орналастық. Содан бері мінекей хорды жақсы танимын десем болады. Нұргүл ханым, сіз қалай келдіңіз бұл хорға? Мен ең бірінші музыкалық колледжге хорда дирижер ету мамандығы бойынша оқуға түсіп, сол мамандықты аяқтадым. Енді ауылдан келдік, ауылдың баласымыз. Келгенде ауылдың білдей бір жұлдызы болып келесің ғой, бұлбұл болып келдік. Вокал мамандығына бізде музыкальный колледжде негізі әр мұғалім қыстан бастап өзінің оқушыларын дайындап қояды. Сол оқушылар қорғап шығады, үміттерін ақтап. Біздер енді сырттан келген адам болғандықтан, сізде мына жаққа барсаңыз болады. Мына кабинет 29-шы кабинетті көрсетіп, осы кабинетте вокал да бар, осы кабинетте теория да бар, сольфеджио да бар, мұғалім де боласың деп кіргізіп жіберді. Енді таңсық мамандық білмейміз. Сол мамандықты шүкір оқып алып шығып, енді мамандық иесі болғандықтан
Әйтеуір айналып Ақтөбенің эстрадасында жүріп, әлі де жүрмін, Аллаға шүкір, авторлық әндерім бар. Енді бәрібір де үйренген, оқыған мамандығың болғасын, бәрібір бүйірім тартып тұрады. Сол саланы неге зерттемеске, сол салада неге өзімді сынап көрмеске деп мен 22-ші жылы хорға жұмысқа келдім. Тамаша. Ал бізде Ершат жеке әнші сияқты эстрадалық. Қалай келдің Ершат сен? Жалпы мен өз басым негізі кішкентайымнан ән өнеріне, эстрадалық өнерге қатты қызығатынмын. Қатты қызығам. Және мен Ақтөбе гуманитарлық колледжінде білім алып жатырғаннан жалпы өзімнің ұстазым Мербол Оразбекович. Ол кездердің өзінде қазірге дейін енді Қазақ камералық хорының көркемдік жетекшісі ғой. Енді мен оқып жатырғаннан бастап, мысалға Бақтыгүл апайларымыз сол Қазақ камералық хорында жұмыс істеп жатыр. Сол кісілердің концерттерін көруге барам. Мен уже бірінші концертке барғаннан-ақ бұрын соңды тірілей хордың концертін көрмегем. Сол кезде өнер орталығында концертті көрдім. Уже сол кезден бастап менде хорға деген қызығушылық ашылып, Қазақ камералық хорының концерттеріне қалмай барам. Кәдімгідей қалмай барам. Өйткені қызығушылық қатты болды менде. Бірақ ол жерде мен жұмыс істеймін деген үш ұйықтасам да түсіме кірмеген. Қазір енді Аллаға шүкір. Ең жас мамансыз. Өзіңіз жүр. Жас мамандардың қатарынан. Тамаша. Қазіргі уақытта сол осы Қазақ камералық хорының жас мамандарының бірімін. Аллаға шүкір, жақсы ел аралап жүріп, қаншама ой өрісіміз көбейіп, қаншама елдермен, қаншама елдердің өнерімен тәжірибе алмасып, және де өзіміздің қазағымыздың ұлттық әндерін, енді киім үлгісін, аспабын, барлығын көптеген мемлекеттерге, шетелге енді насихаттап жүрміз. Енді қазақ елін білмейтін қаншама мемлекеттер бар. Жалпы негізінен осы бір кәсіби маман ретінде енді вокалда түрлі бағыт, түрлі жанр бар ғой, бірақ та осы бір хордың ерекшелігі туралы айтсаңыздар. Хордың ерекшелігі бұл әрбір дауыстың, әрбір партияның өзіндік бір шығарманың өзінің әрбір дауыстың, әрбір партияның жаңағыдай айтайын. Тақырыбы, өзінің әуені, өзінің ритмический рисунктары дейміз ғой, сондайлар болады. Ерекшелігі сол. Бірақ бір-бірін тыңдап, бір адамдай айту сол хордың ерекшелігі. Әркім әр жерден жеке дауыста сольный емес, сол 4 дауыстағы, 6 дауыстағы шығармаларды бір адамдай етіп, сол дирижерға бағынып, көрсеткен ол кісінің жаңағы жестеріне, бәріне қарап бірдей үйлесімді жұмыс жасау, бір адамдай ән айту, сол хордың ерекшелігі сол. Және де бұл ұжымда енді орта буын, үлкен буын, жас буында барлық енді қатар, қатар өсіп келеді, қатар енді жетістікке жетіп келеді. Жалпы ұжымның құрамы қаншалықты жиі өзгереді? Бізде негізі көп өзгере бермейді. Көп өзгере бермейді. Сол жастар келеді. Жастар келеді, оларда жайлап сіңісіп кетеді. Ол біз жастар келген кезде бір бұрыннан жасап келе жатқан балалар сияқты негізі біздің ұжымға тез сіңісіп кетеді. Сонымен енді білмеймін, осы жастары осы кісілер былай көп өзгере бермейміз негізі. Бір 2-3 жылда бір адам алып тұратыны болмаса, былай көп өзгеріске не қылмаймыз. Бұны сұрағандағы мақсатым негізі жеке әнші болуда талап қатаң болмайды. Ал ұжымда бірге жұмыс жасап жатқаннан кейін, дайындық барысы бірге өткеннен кейін әрине талап қатаң болу қажет, тәртіп болу керек деген сияқты ғой. Енді аға буынның, орта буынның бұған еті үйренгенмен жас буын қалай қабылдайды қазіргі таңда? Оларға ұжымда жұмыс жасау қалай? Жас буыннан сұрау керек. Сен қалай қабылдайсың, айтып бере ғой. Бастапқы уақытта әрине ол ұжыммен жұмыс жасау, қаншама ұжымда енді көп адам жұмыс істегеннен кейін әр адамның көзқарасын енді елестету ол өте қорқынышты. Мысалға мен андай үлкен ұжыммен жұмыс жасамақта қатты қорқыныш болды. Ана кісі не ойлайды екен мен жайында, ана әртіс мен жайында не ойлайды екен. Және де мысалға жұмысқа кірген жылы бір айдан кейін
Абишев Мади ағайдың тоже хармейстер бізде мықты хармейстер, сол ағайдың концерті болатын болды. Осындай дайындық, қызу қатты дайындық болып жүрді. Біздерде партия тапсыру дейтін үрдіс бар. Яғни енді ол енді үйренгеніңді жеке или болмаса әр дауыстан бір адамнан алып квартет болып сол үйренгенімізді ұжымның алдында тапсырамыз. Енді тәжірибесі мол мамандарға ол қиын емес деп ойлаймын. Енді мен өзіме жауап беріп кетсем, ол енді бәрібір түбінде қатты талапты, еңбекті талап ететін нәрсе. Қатты қорқыныш болатын ең бастапқы жылдары, енді ортаға шығасың, талап сондай өйткені. Сессияға барып жатқан адам құсап. Иә, ол уже үйренгеннің барлығын көрсету керек деген сөз. Сенде басқалай не жоқ. Жол жоқ, өйткені қорқыныш болады. 35 адамның алдында бір адам ән айтып тұрса, қаншама адам сын көзбен қарап отырады. Және оның барлығы әнші болса. Мен ойлаймын, бұл өте дұрыс нәрсе, өйткені ол үлкен жақсы жоғарғы деңгейдегі нәтижеге жету үшін қатты талап керек. Мен жалпы сол бастапқы кезде ғана қорқыныш болды, артынша енді апайымыз айтып кеткенде үйренісіп, талапқа да үйренісіп, талапқа бағынып, енді қалай ұятқа қалмас үшін енді барынша. Қазір енді қорықпай тапсырып бересіз. Қазір иә. Тамаша. Мен жаңа сұрағым келіп отқаны, бейнесюжетте жаңа кешірсіз сөзіңіз аузыңда Алматы түні деген ән жаңа аэропортта салынған. Сол видео біздің дерекке шыққан болатын, бізде лүпіл басып пікір қалдырған болатынбыз. Енді керемет. Осы видеолар жайында аяқ асты салынған видеолар ғой негізі, иә? Әлеуметтік желіге. Өте бір сол бір әсерді, сол бір сезімді Мәскеу қаласында түсірілген бір видео, одан кейін кәдімгідей әлеуметтік желіні біраз шарлаған болатын. Енді осы видеолар жайында заманауи тілмен айтқанда атып кетті дейді ғой. Желіні жарды деген сияқты. Бұл видеолардың барлығы енді аяқ асты түсірілген, иә? Аяқ асты түсірілген, ол идея да аяқ астынан пайда болды. Тұрыңдар деді, енді біріншінде білмейміз ғой, тұрып алдық, қазір ән айтамыз, ол бастап кеттік, жұрттың бәрі түргеліп видеоға түсіріп жатыр. Сол моментте тек уже интернетке кіріп кеткен ғой, бүткіл ел қарап, сөйтіп енді жақсы бейнеролик шықты деп ойлауға болады. Одан кейін жаңаға бейне баяндарыңыз, ол Қытай мемлекетінің? Жоқ, Кореяда. Қай қалада болды? Сеулде. Сеулде, иә. Тамаша, енді бір кісінің, бір әншінің енді бейне баяны қалай түсірілетін енді түсінікті ғой, жалпы локация таңдалады, одан кейін жаңа мамандар жұмыс жасайды деген сияқты. Хордың клипі түсірілу, ол қалыншалықты енді қиын? Бір жер бар екен, қалай? Кинофильмдерде түсіріп атады ғой, бір әдемі бір Сеулде жаңағы тарихи фильмдерді түсіретін бір жер. Сол жерге бардық, сол жерлерге әр үйлерін білесіздер, жаңа қыз әдемі, солардың алдында. Енді білмеймін, Мерболдың қалай ойынына келгенін айтып отырмын ғой, бір неше түрлі бір ойларды алып келіп қалады. Ойлаған жоқпыз біз солай барып түсеміз деп. Тағы бір жерлерге барды, қаланың ортасына барып түстік. Енді ой жақтағы халықтың да бізге деген көзқарасы енді бір күшті, барлығы видеоға түсіріп атқанда енді өзіңде бір күшті болып тұрасың ғой. Енді күшті қабылдады. Негізі бір сол кезде сол клипті түсіріп жатқан кезде бір концерт қойып жатқандай бір күйде болдық негізі. Көп халық жиналып қалып қарап жүрді. Ол да бір аяқ астынан шыққан туынды, идея. Туынды. Аяқ астынан болғанда мүмкін Мерболдың өзінің алдын ала ойлағаны шығар, біз үшін енді ол бір аяқ асты болды. Бірақ өте тамаша шықты, иә? Тіпті бағдарламамның соңында да сол бейне клипті біз көрермендерімізге де ұсынғымыз келіп отыр. Және де тағы да бір енді сіздер туралы бір ерекше жаңашылдық, ерекше жаңалық, ерекшеліктер деп көбінесе ізденеміз ғой. Сол уақыттарда осы бір сіздердің шет мемлекеттерге, байқауларға көбірек шығатындарыңыз, іс сапарларыңыз туралы өте жиі айтылады, иә? Жалпы өзге мемлекеттер біздің хор ұжымын қалай қабылдайды, біздің мәдениетті қалай қабылдайды? Сол жөнінде айтсаңыз. Біздің шет елдегі деңгейіміз қандай? Біздің шет елдегі деңгейіміз негізі қалай айтсақ та, біз мысалға өзіміздің елімізде, біз мысалға көрінбейміз, иә? Көрінбейміз.
сондай бір керемет ұжым екенімізді шетелге барғанда біз өзімізге сенімді болып қайтамыз. Себебі шетелдегілер біздің өнерімізге тәнті болып жатады негізі. Сондықтан біз енді солай бағалағандықтан біз жаңағы гран-приде алып жатамыз, бірінші орынды алып жатамыз. Негізі көбіне гран-примен бірінші орын аламыз. Өзімізді жақсылап мақтайын да, иә. Енді білмеймін, шетел ғой дегенмен, олардың жақсы бағалайды ғой деп ойлаймын. Өзімізге қарағанда. Енді бізде өзіміздің үйдегі не қылайды, қолда бар алтынның қадірі жоқ деген сияқты ғой. Өзімізде онша бағаланбай жатқан кезде шетелден барып осындай орындар алып келгеннен кейін бізге де көзқарасы өзгере бастады. Жақсы көзбен қарайтын болып, біздің концерттерімізге келе бастады. Қазір біздің концерттеріміздің көрермендері үлкен залды толтыратындай деңгейге жеттік. Қазір енді біз көрінбейміз деген түсінікті алып тастай аламыз ғой толықтай, иә? Әрине, әрине. Намақылмен жалғастыруға болады, жанында жүргеннен соң байқалмайды, таулардың биіктігі байқалмайды деген бар еді ғой. Сол сияқты енді жанымызда жүргеннен кейін, көріп жүргеннен кейін кейде шынымен таулардың биіктігі байқалмай қалып жатуы мүмкін. Сондықтан да енді қазіргі деңгейі енді камералық хордың енді өте бір тау деп айтсақ та болады ғой. Үлкен биік жоғары. Қазақстан бойынша да біздің камералық хор ең бірінші орында десек те болады. Себебі басқа қалалардағы камерный хорлар бізге қарап қызығады, өздерінің жаңағыдай біздің идеяларымызды алады, біздің барған мүмкін бұрын барып кеткен шетелдегі гастрольдерімізге ол кісілер енді барып жатқандары да бар мысалға. Бұл дегеніміз екінші рет біздің артымыздан барып жатқан камерный хорлар, басқа қаланың хорлары ол жақтың мәдениетін көрді, немесе біз арқылы Қазақстанның, қазақтың мәдениетін, хорын, қандай керемет шығармалар барын, қандай керемет әртістер барын көріп, екінші рет басқа да бір коллективтерді шақырып жатыр деген сөз. Біз танытып келіп жатырмыз біздің мәдениетімізді деген сөз. Жалпы Қазақстанда хор дамыған деген түсінік қой. Бізді көріп, басқа да ұжымдарды шақырып, басқа да ұжымдарды қалай айтсам болады, өздерінің жаңағы нелеріне қосып жатыр. Енді тағы да бір қызық сұрақ, жалпы келесі шетел қай ел болса жақсы? Ол жағын біз білмейміз. Құпия бізге айтылмайды да. Негізі қатты күтіп жүрген сияқты. Қатты күтеміз ғой. Қатты күтеміз, күтуін енді айтып қалса екен, осындай барайын деп жатырсыңдар десе, біз қуана-қуана екі қолымызды көтеріп барамыз. Қалай айтсақ болады, шетелдерге шығып, гастрольдерге шығып үйреніп қалғанбыз ғой. Біздер уже көп отырып қалсақ, қалада отырып қалсақ, кабинетте отырып қалсақ, шыдай алмай, сыймай, бір-бірімізден сұрап, Мербол Оразбековичті мазалап, өзіміздің жаңағыдай керемет шығармаларды білетінімізді көрсетіп, жан-жақты сөйтіп барымызша назарымызды аударамыз. Бұйырса алдағы уақытта болады деген ойдамыз. Міндетті түрде. Енді бағдарлама басында көркемдік жетекші дирижерларыңызды мақтап бастадыңыздар, иә? Негізінен осындай бір ұжымның тіпті шетелдік деңгейде үлкен бір жетістікке жетуіне осы бір көркемдік жетекшінің қаншалықты еңбегі еленеді, қаншалықты маңызы бар. Өйткені егер де енді жетекшінің дұрыс бағыты болмаса, мүмкін енді хордың да жетістікке жету, жетпеу екі талай дегендей ғой. Бұның барлығы біздің тек қана Қазақстанға емес, Ақтөбеге емес, шет елге шығып, шет елге мәлім болып жүргеніміз ең бірінші біздің жетекшіміздің еңбегі, ол кісінің идеясы, ол кісінің ізденімпаздығы, өзі жан-жаққа шет елге шығып, осындай фестивальдар бар, мысалға, солармен байланыс ұстап, зерттеп, соны бізге ұсынып, соған орай жаңағы программа дейміз, ол бағдарламаларды дайындап, бізді дайындап, әрбіріміздің құжатымызға, денсаулығымызға дейін уайымдап, барлығын жан-жақты қамтып жүретін сол кісінің бір 200, тіпті 1000% еңбегі десек те болады. Мега мозг деп айтамыз біз ол кісінің деген. Сондай атқа өте лайық. Ол деген ол кісі не то, что біздің жұмысымыз, жай ғана партияларымыз емес, біздің отбасымызды, біздің бала шағамызға дейін ойлап жүреді ғой ол кісі.
шүкір алла аман болсын деп тілейміз. Ондай адам аз, ондай жетекші аз. Барлық хорға осындай жетекші тілейміз дейсіздер. Жоқ, жалғыз хорға емес, барлық ұжымға сондай жетекші тілейміз. Негізінен сіздер енді тек қана сахнада ғана емес, енді әріптесім айтып жатыр ғой, аэропортта да кез келген жерде өнерлеріңізді паш етуге дайынсыздар, иә? Енді бүгін студияда сіздердің дауыстарыңызды тыңдамай кетсек, енді үлкен қателік болатын шығар, иә? Ершаттың партиясын тыңдап көрейік. Негізі аяғасынан болды. Негізі былай жеке айтпаса, қазір бізде толыққанды Ұжым болмағандықтан міне бір әнді айтамыз деп айта алмаймыз да, бір жеке эстрадаға байланысты әндерді айтса болады жастар. Мархабат. Иә, жаңағы екінші дауыс, үшінші дауыс ұстап солай айтуға болады ма? Енді сол ғой айтып отырғаным, олар жоқ болғасын мына жерде толық дауыстар жоқ. 4 дауыстың өзі бір дауыстың өзі бірнеше дауысқа болады. Акапелламен сұрайық, иә, рұқсат болса. Қандай айтамыз? Біреуіміз бастап барлығымыз қосылайық. Жаңағы Алматы түнінде керемет сияқты негізі. Әлде басқа не? Ол да ыңғайсыздау келмейді да, бір жерінде бізде біреуінде пауза болып жатса, біреу өзің Нұргүл айта қойсын. Иә, Ершат айта қойсын. Ұялма дем ба, өзі ұялып отыр дейді. Мындай сөз бар ғой, қазақта әшейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас. Аяғасынан болды бізде. Мен шай іше тұрайын. Иә, шайдан алып отырыңыздар. Кәме ойлансам, эфирдің уақыты өтіп кететін сияқты. Керемет, 5-тің шайы. Кез келген енді, 35 адам жоқ мына жерде, біз өзіміз. Партия сұрағандай болды. Біз қатты сынамаймыз. Иә. Енді айтып жүрген сүйікті әндер біз келейік. Экзаменге айтқан әндерінің біреуін айта ғой деймін ба. Нұргүл апама қосылайын деп бір-біріне лақтыра берсе. Шәмшінің әндерін барлығымыз білетін. Мүмкін көрермендеріміз де қосылар бізге. Мархабат. Аршығасынан бастайды. Екінші дауыс ұстап отырсаңыздар болады. Әрине. Өзіңмен арыстың, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Кетеме осылай, әніміз қосылмай, аяулы таңым сен едің, көрсем деп келемін. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Қосыла алмай отырдым, құртып алам ба деп. Тамаша, керемет. Қосылғаныңыз жөн болатын еді, бізге екінші дауыс, бәріміз бірінші дауысты айтып Біз кеттік. жаңа 2-3 деген түсінбегесін енді амалсыз отырмыз. Жоқ, біз үшеуміз 3 дауысты айттық деп отырсыз. Тамаша, рахмет. Тамаша әндеріңізге, тамаша дауыстарыңызға мың алғысымызды білдіреміз, иә? Қазіргі таңда енді әрі қарай сұрағымды жалғастырғым келіп отыр. Осы бір енді хорға, ұжымға енді мүше болғысы келетін қазіргі таңда жас буындар бар ма? Өте көп. Сіздер қандай талап қоясыздар? Талап енді ең бірінші жетекшіміз қоятын, жалпы ұжым қоятын талап қой. Читка дейді бізде. Нотаны сольфеджировать ету керек, бірден қарап соған түсіп. Ең бастысы сол. Ең бірінші шығарманы талдаған кезде басқа анализде болмаса басқа жақта айтып жатпас үшін ноты танып білу керек және сол нотаны дәл анализге түсіп айту керек. Сондай талаптар бар. Біздің енді шүкір әлемге мәшһүр болып жүргесін, бізге келгісі келетін жандар өте көп. Соның біреу өзіммін әрине. Мен де сұранып келдім, мен де осы ұжымда өнер көрсеткім
өткім келеді, ән айтқым келеді, көргім келеді деп. Сондай жастар да, тіпті аға буындар да өте көп. Бірақ оның барлығына енді талап бар, және де бізде комиссия бар деген сияқты аға буын өкілдермен бізде инспектор деген бар, хормейстерлеріміз бар, жетекшіміз бар, барлығы тексереді. Келген жаңағы кастинг жасайды, бір өзбен айтқанда. Сол арқылы өтеді. Енді бірден 10 шақты адам алынбайды, әрине. Мүмкіндігінше бір-екі адамның орны босайды. Біреу жаңа декреттік демалысқа кетеді, біреу болмаса басқа жұмыспен, басқа қалаға ауысып кетеді. Сондай кісілердің орнына. Негізі бізде 30 жыл бойы, 34 жыл бойы ұжым ашылғаннан бері жұмыс жасап келе жатқан апайларымыз, ағайларымыз бар. Шүкір. Біздер енді сондай пенсияға кеткен жандардың орнына босағандар келгендеріміз. Сондай бақыт бұйырып. Тамаша, сосын тағы да сұрағым келеді, осы көптен бері көкейімде жүрген бір сауал. Қазір театрлар бар, театрларда музыкалық театрлар деген бөлімді ғой, соларда жаңағы хор сияқты ән айтады, жаңағы келші-бермен құдаша деген сияқты әндерді жаңағы театрлық ұжым айтып жатқанында көріп жатамыз. Бұл сіздердің хордан қандай айырмашылығы бар бұл кісілердің? Музыкалық театр ұжымдары бар ғой. Енді олар мюзикл қылып шығарып отырған шығар енді. Біздің айырмашылығымыз, біз сахнада тұрып ән айтамыз, олар жаңағы ойнап жүріп ән айтады. Олар спектакль ретінде, мюзикл ретінде, а бізде Біздің кейбір концерттерде ондай номерлеріміз бар. Бар бізде де. Билеп айтатын. Олар енді актерлар ғой. Актер ән айтып жүріп ән айтады. Ән айтып жүріп ойнайды сахнада. Біз артист болғасын, біз ән айтамыз тек қана. Сосын енді жаңа кішкене бір қозғалыстарымыз бар. Біз қатты билемейміз, себебі енді ән айтатын болғасын, бізге қатты билеуге кішкене кедергісін жасап жатады. Бақтыгүл ханым, өзіңізден тағы бір сұрайыншы. Енді біршама жыл өзіңіздің тәжірибеңіз бар дегендей, шәкірт тәрбиелеу жөнінде бір ойлар келмеді ме? Жоқ. Мен себебі о баста айтып тұрмын ғой, жаңа жұмысқа орналасқан шақта мен негізі домбырашы болдым. Сондықтан вокалдан, домбырашы адам вокалдан сабақ беру деген енді екі әлем ғой екеуі. Сосын мен олай жасай алмадым. Әркім өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасағаны дұрыс. Бірақ енді мен отбасымның жағдайына, енді балаларым бар деген сияқты тек қана бір мамандықты ғана таңдадым, бір жұмысты ғана таңдадым. Жұмысыма барып келем хорға, қалған уақытты өзімнің отбасыма арнадым. Олай басқа жұмыста жасаған жоқпын. Шәкірт тәрбиелеген жоқпын. Осы тұста отбасымен енді шетелде іс-сапарда көп жүресіздер ғой. Барлығын қатар енді алып жүру қалай? Қаншалықты қиын демей қояйыншы, енді әйел адам болғасын барлығына үлгеру керек қой. Менің өзімнің отбасымда енді күйеуім өзі Төлеш Бөкенбай Қайыржанұлы, ол да өзі музыкант болғандықтан, мені музыканың ішкі кухнясын білгендіктен мені түсінетін болғасын, ол әрине жіберіп тұрады балаларға. Басында өзі қарады, енді қазіргі таңда үлкен ұлым үйленді, келінім бар, енді екі немерем бар. Енді жолым ашық, баратын жеріме барып жүре беремін. Ешқандай тосқауыл қойған жоқ, шықпа деген жоқ, әйтеуір түсіністікпен қарады, себебі өзі осы өнердің адамы болғасын. Нұргүл ханымда енді немере жоқ шығар? Жоқ, мен бір қызым бар, жолдасым бар, Аллаға шүкір. Ол кісі енді тұрмысқа шығардан бұрын менің эстрадада жүргенімді, жан-жақта гастрольде жүретінімізді білді, көрді. Осы сахнада жүрген, тап-таза жақырап жүрген күйіміз ұнағасын. Енді сол қалпымен ұнатты. Ондай талап қойып отыру керексің, бармау керексің, сенімсіздік ондай жоқ, шүкір. Болған да жоқ. Баланы әжелері қарап қалады. Кедергі жоқ ешқандай. Ең бастысы түсіністік қой, ең бастысы. Ершатта да ешқандай кедергі жоқ. Таңертең тұрып кеттік десе, болды деп кетеді. Қайда барамыз деп тұрып кете бересің. Чемоданыңды сүйреп. Енді біз тікесінен қоя бермейміз, тікелей эфир болғаннан кейін, бірақ та Ершаттың жеке өмірінде, біз енді оны көрерменге де айтқан жоқпыз дегендей
Инстаграмдан. Болашақта қалай қандай жаңалықтар болуы мүмкін? Өнермен отбасыны. Жалпы иә, мен Мүмкін өнерде бұйырса жүрген аруға деп. үйленеді. жалпы болашақ алатын енді жарымның өзі осы хор әртісі, ол да біздің ұжымда жұмыс жасайды. Жұлдызды жұп шығып отыр. Бұйырса бір жерде оқып тәлім алдық, білім алдық. Мана айта кеткендей, сол оқу орнында, оқу ордасында Мербол Оразбековичтердің өзінен тәлім алдық, кәдімгі тікелей шәкірттерінің қатарынамыз. Аллаға шүкір деймін, енді ондай. Енді студент кезінде бастапқы уақытта енді білмейтінбіз, енді ол кісінің жалпы жеке өмірі жайында, жалпы шығармашылық өмірі жайында, уже курстан курс көтеріле келе, уже ол кісінің жалпы Қазақстан бойынша дәрежесі бар екенін түсіндік енді. Сол кісінің септігімен енді шүкір қазір осы қазақ камералық хорында манағы жеке өмірім жайында сұрақ қойдыңыздар ғой, енді болашақ алатын жарымда бұйырса бірге жұмыс істеп жатырмыз. Енді алғыстан басқа ештеңе айта алмаймын енді. Болашақта демек қиындық болмайды. Бірге сапарға шығасыздар. Күшті ғой, Ойлаймын деп. Енді сіздерге қойылар сұрақтар өте көп, жаңа музыкалық бағытында болсын, немесе жаңа шетелдегі сапарлар жайында болсын. Енді алдағы уақытта бұйырса жаңағы түсірілген клип сияқты бұйырса бейнебаяндар түсіріле ме? Және ол міндетті түрде шетелде ме? Біздің Ақтөбеміздің де табиғатын көрсетіп қойсаңыздар бір керемет болған сияқты. Сол сұрақты Мербол Оразбекұлын шақырып өзінен Сұрайсыз аяқ асты туатын идеясына байланысты сияқты. Біздің ауыл аудандарда енді бір керемет табиғатта бар жоқ деп айтуға болмайды ғой, бар ғой деген ойлағаным мен. Кореядан басқа біз негізі Әзербайжанға бардық. Әзербайжанның бір керемет Коба деген жері бар екен. Сол жерге барып таудың үстіне демей-ақ қояйын, бір тау сияқты биік жерге барып, әдемі табиғаттың аясында бір клип түсірдік. Ол да бар. Жаңағы ненің арасында негізі өтті. Кішкене домбырамен айтып жатырған. Вот сол Әзербайжан қаласында елінде түсірілді. Негізі мен былай ойлаймын, сөзіңді бөлейін, әріптес. Қазір сол бір бейнеклиптерді қарап отырсақ, өте бір креативті түрде түсірілген. Өзге ел бұл жерде тек қана біздің республика деңгейінде танылмайды, әлем деңгейінде танылуға бейнеклиптің мүмкіндігі мол. Ол жерде енді мүмкін қай ел болмасын, бастысы біздің еліміздің мәдениетін тани алады. Ән арқылы дегендей ғой. Меніңше көркемдік жетекшінің мақсаты осындай болған сияқты. Бастысы осындай бір өнерпаздармен біздің мәдениетімізді көрсетеміз дегендей. Дұрыс қой. Ол клипке түсетінімізді біз оны да білген жоқпыз. Бәрі құпия, бәрі сондай тосын сыймен бізде. Демек, сапар кезінде барлығына дайын болды. Дайын болды. Мұнан айтатын шығар сіздерге. Әндерді қалай таңдайсыздар? Авторлық әндер орындала ма немесе? Жоқ, әнді бәрін өзі таңдайды. Хармейстері бар, екі көмекшісі бар. Мәди Әбішев пен Лейла Сәлімжанқызы екеуі, үшеуі отырып бірігіп таңдайды. Жаңа сюжетті көріп қалған, ауылға да Сүгірай келді деп, Сүгірдің термесін айтып жатсыздар. Негізі ол да бір керемет, меніңше бір тыңдаған кезде бір әсер алатын керемет. Осындай дүниелер шығарған негізі. Маған қатты ұнады сол. Жайлап қазіргі таңда сондай әдемі күйлерге де, бұрынғы қобыздың сыңғыры естілетін әндерге де қазір обработка жүріп жатыр. Негізі келіп жатыр, жайлап біз айтып жатырмыз. Енді концертке келетін жандарға енді ол күшті бір керемет сый болады. Репертуарымыз өте кең, шетел шығармаларында, классикада, эстраданың хорға өңделген түріде, халық әндері де, дәстүрлі ән, тіпті күйлерге дейін бар. Біз күйді домбыраның үнін аузымызбен салып айтамыз. Неше түрлі шығарма бар, біздің репертуар өте бай. Ал дайындық барысы туралы сұрайықшы. Қаншалықты енді, қанша сағат бөлесіздер? Дайындыққа күніге мүмкін 9-да басталады, жаттығу, дауыс қыздыру, бір 15-20 минуттай. Содан кейін әр шығарманы жеке-жеке, мысалға, альттерге бір дайындық керек, сопраноға бір дайындық, одан кейін қосылып. Енді
4 сағат бойы ән айтамыз. Арасында енді кішкене үзілістер бар енді. Жалпы аспаппен дайындалсаң енді 7-8 сағатта отыруға болады, мысалы күйде сөйтіп дайындалуға болады. Бірақ дауыспен дайындалған кезде енді дауысты барынша күтіп ұстауған дұрыс қой енді. Дауысты мұздай ішпеу керек, қатты айқайлап сөйлемеу керек, ән айтқан кезде де қатты айқайлап айтпау керек. Барынша дауысты кішкене сақтаған жөн. Сосын көп демаламыз қой арасында. 1 сағат бола ма, 1 сағаттан кейін 10 минутқа демалысқа шығамыз. Кішкене суырттаймыз, кішкене тамағымызды жібіту керекпіз. Солай 4 сағатымыз өтеді. Негізі түстен кейін жеке-жеке өзіміз бөлек-бөлек қалып дайындаламыз. Енді репертуарымыз өте кең деп айтып қалдыңыздар ғой, олардың өңделу жұмыстары қалай жүргізіледі? Әндердің. Өңделуді өзі сол композиторлар өңдейді. Біз өңдемейміз оларды. Біздің аранжировщик бар бізде, Ғалымжан Берекешев деген. Сол кісі өзі біздің әрбіріміздің біледі. Қазір партияның кім қандай жаңағы қалай айтсақ болады, деңгейде жоғары жаңағы диапазонда орындайды деген сияқты. Соған қарай дәл бізге сәйкес етіп жасап береді. Мысалы, Алматы түні бар, бізде Саржайлау бар, Сүгірім термесі кімдікі ол кісінің темесі бар. Өте көп басым бөлігі қазіргі жаңадан жасалып жатқан шығармаларымыздың біздің аранжировка жасалған Ғалымжан Берекешев. Тамаша. Енді біздің бағдарламамыздың да аяқталуына санаулы ғана минуттар қалды. Енді бұйырса сіздерден тағы да бір енді барлық енді көркемдік жетекшінің осы бір енді құпия жаңалықтарында ғой, бірақ сіздерден қандай дүниелерді күтеміз? Ең бірінші жаңалықты айтып өттік, 9 ақпан күні өтетін концерт. Және алдағы уақытта біздің енді қазақтың қалың көрермені не нәрсені күтеді? Мүмкін гастрольдік сапарлар бола ма? Аумин. Көбірек не нәрсені сұрайды әлеуметтік желіден? Көбірек негізі креативті концерттер күтеді. Бізде «Нескучный хор» деген концерт болды өткен жылы. Ол жерде біз билеп жүріп айтамыз, парымызбен жұп-жұбымызбен билеп айтамыз. Енді сондай бір театрландырылған қойылымдармен айттық, арнайы режиссеріміз болып. Сондай бір креативті дүниелер күтеді. Бұрын хор деген кезде сөзін ашығы, церковьте тұрып бақшып, осылай айтуды елестететін. Қазір міне ол көзқарас өзгерді. Ол жерде би де бар, ол жерде әзіл де бар. Біздің жетекшімізбен, дирижерімізбен бірге көзінен түсініп тұрамыз ғой. Біздің де мимикамызға қарай барлық көрермен соны байқайды. Креативті концерттер, қалай айтсақ, іш пістірмайтын бір дүниелер күтетін негіз. Сондай сұрайды халық көбіне. Өте керемет, өте тамаша. Ендеше енді осы бір тікелей эфирдің соңында көрермен сіздердің бейнеклиптеріңізге куә болады. Қандай бейнеклип, қашан шықты сол жөнінде? Қысқаша ақпарат беріп өтсеңіздер. Жаңа Кореядағы 2022 болу керек, Биылғы көктемде ол. 2024 жылы мамыр айында түсірдік. Ол жарыққа шықты осы 2024 жылдың қараша айында. Абу Талиб жоламамды білесіздер ғой. Сол жанның әдемі етіп өңдеп бізге түсіріп бергені, және сол Қайрат Жазбек деген режиссеріміздің би қойып берді, біздің мимикамыздыға барлығын араласқан сол кісілердің еңбегімен жасалған дүние. Киімімізді Мербол Оразбек өзі ретро стильде болды. Ретро стильде киімімізді өзі айтты. Осындай киімдер киесіңдер деп. Барымша тырыштық енді кімде. Қазір көресіздер арасында қолақшыны қисайып тұрған жігітке дейін бар бізде. Сондай костюммен бір креативді болды өте. Қымбатты көрермен, дәл қазір дәл осы арнайы Корея мемлекеті Сеул қаласында түсірілген клипті көретін боламыз. Ал біз енді сіздерге мың алғысымызды білдіреміз. Арнайы алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы уақытта міндетті түрде шетелде шыға беріңіздер, шыға беріңіздер. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Әр шаңырақ Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын дегіміз келеді. Ал бүгінгі бағдарламамыз осы бір қазақ камералық хорының керемет әсем бейнеклипімен қорытындыланады. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.
сапар шексем алыспа, сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай, қиялыңды жалғайсың. Толғақтың жайында, сырласумен айталды, қарағайдың қайыңдай, қата тұрып жайқалды. Сәулем, 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 нышанбаған адамсың, сезімдегі жалғызсың, басымдағы бағымсың, домбыраның үні сен, жүрегімнің жыры сен. Жанарымның нұры сен, күндесіңге күнімсің, күнде туған айымсың, жанып тұрған гүлімсің, ойға шалғайымсың. Домбыраға тағылған, екі шекте жұптастық, үміт дала жағылған, келешекені бастық. Сәулем, 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 кір шалмаған адамсың, сезімдегі жалғызсың, басымдағы бағымсың, домбыраның үні сен, жүрегімнің жыры сен. Жанарымның нұры сен, сәулем, 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 нышанбаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, Шабадуба, жүрегімнің жыры сен. шабадуба, Жанарымның бам,